Қазақстандағы су тасқыны, төтенше жағдай және мал қорымдарының суға кетуі, әлемдік державалардың ынтымақтастығы, Қытай мен ақш сауданы жақсартып жатыр ма? Самарқанд, ТМД-ның мәдени астанасы. ақш Хамасты Израильмен атысты тоқтату келісімін жасауға шақырды. Юрта онлайн ортамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз өткен аптаның ең маңызды жаңалықтары туралы сөйлесетін боламыз. Бастамас бұрын бізде күн сайын ең өзекті жаңалықтар шығатын Telegram каналымыз бар екенін еске салғым келеді. Барлық оқиғалардан хабардар болу үшін жазылыңыз. Қазақстандағы су тасқыны, төтенше жағдай және мал қорымдарының суға кетуі. Наурыздың аяғында Қазақстан көктемнің басты мәселесі су тасқынына тап болды. Бірақ биыл олар жойқын ауқымға ие болды. Қазіргі уақытта 17 облыстың 10-ы төтенше жағдай режимінде. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 6 сәуірде сөйлеген сөзінде халықты су тасқынынан зардап шеккендердің ешқайсысының қараусыз қалмауын сұрады. Алайда, Орал апталығы журналы жазғандай Батыс Қазақстан облысында Сібір жарасы көмілген жерлерді су басып қалды деген хабар жағдайды ушықтырды. Кейбір сарапшылар бұл судың ластануына әкелуі мүмкін деп қорқады. Өйткені бұл аурудың қоздырғышы топырақта сақталады. Бірақ тұрғындардың алаңдаушылығына жауап ретінде Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Олжас Тілепалдин инфекция жұқтыру мүмкіндігі жоқ деп жауап берді. Көптеген су тасқынына қарамастан, оның ішінде Сібір жарасынан малдар көмілген жерлерде біз мониторинг жүргізіп жатырмыз. Эпизоотиялық жағдай өзінің толық тұрақтылығын көрсетеді. Біз өз кезегімізде барлық тұрғындарға санитарлық шараларды сақтауды хабардар етеміз. Атап айтқанда, ағын суды ішпеңіз, ыдыс жууға және гигиеналық мақсатта суды қайнатпаңыз. Сонымен қатар, ауыл шаруашылық өнімдерін бақылап сенімді фермалардан сатып алуларыңызды сұраймыз. Су тасқынынан зардап шеккен аймақтардағы азық-түлік бағасын реттеу. Су тасқынының салдары мен күресу шаралары тақырыбы әлеуметтік өнімдердің бағасы мәселесімен жалғасады. Бағаларды қадағалау және оның өсуіне жол бермеу Сауда және интеграция министрлігінің құзырында. Министрліктің ресми өкілі Әлия Әбдірахманова бағаның көтерілмегенін айтты. Ал ірі сауда желілерімен бағаны тұрақтандыру қажеттігі туралы түсіндірме әңгімелері жүргізілді. Министр азық-түлікпен қамтамасыз ету жағдайын, соның ішінде су тасқынынан зардап шеккен аймақтарды бақылауда. Ең болмағанда зардап шеккен аймақтарда бағаның шын мәнінде сақталатын немесе қалпына келмейтіні әзірге белгісіз, бірақ министрлік жұмысы нәтижелі болады деп сенейік. Сондай-ақ осындай қиын қыстау кезеңде, атап айтқанда гуманитарлық көмек жөнелту арқылы біздің отандастар жібере алады. Жолдау пункттері барлық қалада ашық жұмыс істеп жатыр. Кестелер мен мекенжайлар туралы сұрақтар бойынша Қазақстанның ұлттық волонтерлік желісіне хабарласуға болады. Қазақстан президенті Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттердің қауіпсіздік кеңестерінің хатшыларымен кездесу өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі қайғылы оқиғаларды атап өтіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін зұлымдықтың үш күшіне қарсы тұру үшін құрылғанын еске салды. Ол сепаратизм, терроризм және экстремизм. Осы орайда ол терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2025 пен 27 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасын қабылдау қажеттігі туралы айтты. Жеке блок халықаралық терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелеріне қатысты. Бұл жерде әрине саяси ерік-жігер танытып, бірге болып, ең бастысы тиімді әрекет етуіміз керек. Қазақстанға келетін болсақ, біз осы игі іске өз үлесімізді қосатынымызға сенімді болыңыздар. Сондықтан мен Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне үлкен үмітпен қараймын, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент өз сөзінде халықаралық лаңкестік топтардың аумақты пайдалануына жол бермеу үшін Ауғанстандағы жағдайдың дамуына баса назар аудару қажеттігін де атап өтті. Бұған қол жеткізу үшін Ауғанстандағы гуманитарлық дағдарыстың алдын алуға күш салу және ел ішіндегі жағдайды тұрақтандыру үшін жағдай жасау маңызды. Қазақстан көшбасшысы ұйым қатысушы елдердің саяси және экономикалық қарым-қатынастарын дамыту орталығына айналуы және ұжымдық қауіпсіздік мәселелері бойынша әрекет ету мен көмек көрсетудің бірегей орталығына айналуы тиіс екенін атап өтті. Террористік ұйымдардың өршу қаупі шынымен де маңызды мәселе. Сондықтан ұжымдық қауіпсіздік бағдарламалары елдерге болашақта болуы мүмкін
қайғылы жағдайлардың алдын алуға көмектеседі деп үміттенеміз. Қазақстанға бірегей мұрағаттық деректер жеткізілді. Қазақстанның орталық мемлекеттік мұрағатының жұмыс тобы Ресейден бұрын жарияланбаған құжаттарды әкелді. Мұрағаттан алынған мәліметтер кеңестік кезеңдегі қазақ ғылымының қалыптасуы мен дамуы туралы тарихи деректерге қатысты. Бұл туралы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Құжаттар Ресей Федерациясының мемлекеттік мұрағаттарында сақтаулы. Олардан бөлек қазақ халқына қазақ және ресейлік ғалымдардың қырықхаты. Атап айтқанда Қаныш Сәтбаев, Ақай Нүсіпбеков, Василий Фесенков және ресейлік әріптестердің хат хабарлары келіп түскен. Алынған деректер негізінде Қазақстан мұрағатшылары материалдарды зерттеп жүйелейді. Болашақта барлық ақпарат бұрыннан келген фактілермен салыстырылып, жаңа деректермен толықтырылып, соның нәтижесінде өз еліміздің тарихын тереңірек меңгеретін боламыз. Тарихтың объективті фактілері болу үшін мұрағаттық құжаттарды жария ету және ашу өте маңызды. Әлемдік державалар арасындағы ынтымақтастық. ақш-тың қаржы министрі Джанет Йеллен Қытайға сапары кезінде елдің жоғарғы басшылығын бар келіспеушіліктерге қарамастан ынтымақтастыққа шақырды. Соңғы жылы қарым-қатынасымызды нығайтқанымызға қарамастан, біз әлі де көп жұмыс істеуіміз керек. Бұл келіспеушіліктерді талқылаудан немесе жанжал тудыратын тақырыптар бойынша келіссөздерден аулақ болу керек дегенді білдірмейді. Біз тікелей немесе жанама түрде бір-бірімізбен байланысқанда ғана алға жылжи аламыз. Бейжіңде Йеллен Қытай үкіметінің басшысы Ли Цяньмен, сондай-ақ Қытай астанасының мэрі Ин Йонмен кездесулер өткізді. Америка құрама штаттарының Қытаймен қарым-қатынасын жақсартуға деген ұмтылысына сүйене отырып, Қытай әлемдік аренадағы маңыздылығын айтарлықтай арттырып жатыр деген қорытынды жасауға болады. Ал қайшылықтары бар елдер арасындағы дипломатиялық диалогты дамыту болашақта қақтығыстардың алдын алу жолындағы маңызды қадам болып табылады. Қырғызстан Қазақстанға гуманитарлық жүк тиеген керуен жасақтады. Жиын барысында министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров бауырлас халыққа көмек көрсету ниеті туралы айтты. Ол төтенше жағдайлар министрлігі Қырғызстанда жасалған гуманитарлық жүкті дайындап қойғанын, ол Қазақстанның су тасқынынан зардап шеккен аймақтарына жөнелтілетінін айтты. Төраға Бішкектегі ЖЭСте болған апат кезіндегі Қазақстан Қырғызстанға көмектескенін, ендігі кезекте оларға көмек қолын созғанын атап өтті. Бұл жағдайда біз оларға тіпті олар сұрамаса да гуманитарлық көмек жібереміз. Мен де осы сәтті пайдаланып Өзбекстанға, Түркменстанға және Қазақстанға алғысымды білдіргім келеді. Елбасының көрші елдермен жүргізіп отырған игі саясатының нәтижесінде олар біз сұрамай тұрып көмек қолын созды, деді Ақылбек Жапаров. Біз Қазақстан халқы үшін осындай қиын сәтте бауырлас халықтарымыздың көмегін бағалаймыз және оларға деген алғысымыз шексіз. Ал біздің мемлекеттеріміздің арасындағы өзара көмек алдағы уақытта нығая түседі деп сенеміз. Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттер азаматтарының болу тәртібін жеңілдету туралы келісімге қол қойды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев азаматтардың бір-бірінің елінде болу мерзімін 30 күнге дейін ұзарту туралы құжатқа қол қойды. Демек, қазақстандықтар бір ай бойы қосымша тіркеусіз Өзбекстанға кіріп шыға алады, транзитпен де жүре алады. Дәл осылай Өзбекстан азаматтары Қазақстанда 30 күн уақытша тіркеусіз бола алады. Егер тараптардың бірінің азаматының басқа мемлекетте болу мерзімі осы мөлшерден асып кетсе, онда ол қабылдаушы тарап мемлекеттің құзыретті органдарынан уақытша тұруға рұқсат алуға міндетті. Өте жағымды жаңалық, өйткені бұл орталық Азия елдерінің бір-бірімен жақындасып келе жатқанын және туризмнің өсуі мен халықтардың мәдени жақындасуын арттыра алатынын білдіреді. ОДКБ отырысы. ОДКБ хатшылығында ОДКБ бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов пен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанға көмек көрсету миссиясының басшысы Роза Отынбаеваның жұмыс кездесуі өтті. Ол аймақта бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету және Ауғанстанның халықаралық қоғамдастыққа қайта қосылу үшін Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығымен жүзеге асырылып жатқан халықаралық көмектің негізгі бағыттары туралы хабардар етті және елдің алға жылжуына байланысты ішкі саяси даму бақылауларымен бөлісті.
ОДКБ бас хатшысы Ауғанстанның терроризм, соғыс және есірткіден азат, тәуелсіз біртұтас және бейбіт мемлекет ретінде қалыптасуын ОДКБ-ға мүше мемлекеттер қолдайтынын ерекше атап өтті. Ауғанстандағы жағдайды реттеу ішінара бұрын аталған қылмыстық әрекеттердің көрші елдерде таралуының алдын алуға көмектеседі. Ал бұл өз кезегінде бүкіл аймақтың ұжымдық қауіпсіздігі мәселесі болып табылады. Қытай оңтүстік Қытай теңізінде жаттығулар өткізді. Қытайдың әскери жауынгерлік патрулі 7 сәуірде қазір оңтүстік Қытай теңізі деп аталатын даулы теңіз аумағында өтті. Бұл мәлімдеме төрт елдің министрлері бір күні бір аймақта бірлескен оқу жаттығулар өткізетінін мәлімдегеннен бір күн өткен соң келді. Филиппин, ақш, Жапония және Австралия армиялары Қытай әскерилерімен бір уақытта бірлескен жаттығулардан өтті. Жалпы теңіз жаттығулары Филиппинді қытайлық шабуылдардан қорғаудағы темір міндеттемеге бағытталған саммит алдындағы шараның бірінші кезеңі болады деп күтілді. Ел оңтүстік Қытай теңізінің барлық суларында егемендікке ие екенін мәлімдейді. Біз Қытайдың қақтығысушы елдермен бір мезгілде әскери жаттығулар өткізу туралы шешімін күш көрсету болды деп айта алмаймыз. Бірақ бұл қақтығыстың дамуына әкелмейді деп үміттенеміз. Самарқанд ТМД-ның мәдени астанасы бағдарламасы ресми түрде ашылды. Хамид Әлімжан атындағы Самарқанд облыстық музыкалық драма театрында Самарқандтың ТМД-ның мәдени астанасы мәртебесін қабылдау рәсімі өтті. Өзбекстан мәдениет министрлігінің баспасөз қызметі бағдарлама туралы ақпаратпен бөлісті. Шарада Ресей Федерациясының президентінің арнайы өкілі Михаил Швидкой қала басшылығына оның жаңа мәртебесін растайтын тұрақты құжатты тапсырды. Жыл бойы Самарқандта ТМД өкілдері елдерінің қатысуымен көптеген концерттер, көрмелер, фестивальдер және басқа да мәдени шаралар өтеді. Самарқандта достастық мемлекеттер басшылары кеңесінің шешімімен Астана мәртебесі берілді. Достастық мәдениет астаналары бағдарламасы 2010 жылы пайда болды және құрметті мәртебе жыл сайын ТМД елдерінің біріне беріледі. Өткен жылы ТМД-ның мәдени астанасы Санкт-Петербург болды. Мәдени астана мәртебесін беру идеясы ұйымға мүше елдердің достық қарым-қатынастарды дамытуға қатысуын көрсетіп қана қоймайды. Сонымен қатар, халықтың достастық елдеріне саяхатқа деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Бұл мәдени даму. Су тасқынының себебі төңірегінде ақпараттық даулар белең алуда. Қазақстандағы су тасқыны тақырыбына қайта оралсақ. Бараева телеграм арнасының хабарлауынша, желіде су тасқынының себебі туралы жалған ақпарат таралып жатыр деген күдік бар. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда су тасқыны наурыз айының соңында Щербакова бөгеті жарылып, Ырғыз өзені арнасынан асып кеткен кезде басталды. Ал 5 сәуірде Ақтөбе облысында су Мағаджан су қоймасының бөгетін жарып, ол жерден Ресейдің Орынбор облысына қарай ағып кеткен. Қазгидромет мамандарының айтуынша, су тасқынының бір себебі климаттық жағдайлардың өзгеруі. 2023 жылдың күзі Қазақстанда 1965 жылдан бері ең ылғалды болып, қыста жерге су жиналып, көктемде температураның күрт өзгеруіне байланысты қар белсенді ери бастады. Суланған топырақ суды сіңіруді тоқтатады. Су қоймалары желісінің толып кетуіне жол бермеу үшін қазір Ресейдің қорғанын суға батырып жатқан Қазақстанда су қарқынды түрде жіберілді. Қазақстан мен Ресей президенттері, сондай-ақ елдердің үкіметтері ешқандай өзара талаптарсыз бір-бірімен сындарлы қарым-қатынас жасауда. Ақпараттық соғыстың құрбаны болмас үшін жаңалықтарға сыни тұрғыдан қарауға шақырамыз. Еуразиялық экономикалық одақ автомобильдерге бірыңғай электрондық төлқұжаттарды енгізеді. Бұл шешім Еуразиялық экономикалық одақ аумағында көліктің еркін айналымына мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық комиссиясының техникалық реттеу министрі Валентин Татарицкий атап өткендей, Еуразиялық экономикалық одақ елдері құрал жабдықтарды белсенді түрде шығаруда, және ол одақ аясында кедергісіз жүруі керек. Электронды төлқұжаттарды беру үшін ұлттықтан жоғары мәртебесі бар дербес құрылым құрылады. Бұл шешім Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне жабдықтарды әкелу мен экспорттауды айтарлықтай жеңілдетеді және басқа экономикалық одақтарда бұл идеяны дамытуға үлгі болуы мүмкін. ақш Хамасты Израильмен атысты тоқтату келісіміне келуге шақырды. ақш Хамасты 6 апта бойы Газа секторындағы соғысты тоқтату туралы Израильмен атысты тоқтату келісімін қабылдауға шақырды. Сондай-ақ Вашингтон ақш тарапынан лаңкестік топ деп танылған топты Израильде түрмелеріндегі жүздеген палестиндықтарды босату үшін кепілге алынған 100-ге жуық адамды босатуға шақырды.
ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Вашингтонда журналистерге өткен демалыс күндері Каирде Хамастың өте байыпты қабылдануы тиіс ұсыныс алғанын айтты. Доп Хамастың алаңында, деді Блинкен. Әлем олардың не істеп жатқанын бақылап отыр. Израиль мен Палестина арасындағы әскери қақтығыс 6 айдан астам уақыт бойы жалғасуда. Сондықтан біз халықаралық қауымдастықтың оның аяқталуына ықпал ете алатынын қадағалаймыз және үміттенеміз. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Бейненің астына ағымдағы жаңалықтар туралы пікіріңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі аптада Йорт онлайнда кездескенше сау болыңыздар.